Айттым. Не болды? О жақта біреу бар апай. Кім жүр? Білмеймін, бір көк киген. Көк киген. Дәртханадан келетқанды ма, әлде дәртханадан шыққанда ма? Дәрісханадан шыққанда, жоқ, бара жатқанда. Сосын дәрісхананың ішіне кіріп алдым да, кішкене отырып алдым да. Сосын тез асықпай бара жатқам. Сосын артымнан біреу елес қуалады. Өтірігіңді айтпа. Бірақ ол шын болуы да мүмкін. Тезек мектеп басшысы қайда? Апай, қорқып отырмын. Ерке ғана отыр. Артынан біреу қуалаған қыздың өзі ғана отыр. Содан сұраңыз бүкіл әңгімені. Сол ғана біледі. Артынан көк бірдеңке қуалады. Және де денесін ұстады. Ерке деп шақырды. Тез келіңіз. Маңызды жағдай болып жатыр. Тез. Апай, дәрісханаға бара алмаймын. Бара берейінші. Дәрісханаға барыңыз шақырам. Мені? Директор келеді қазір. Содан сізден сұрайды. Так. Келдіңіз ба бастап? Бізде өте маңызды жағдай болып жатыр. Менің қыз оқушым не отыр? Оны бір көк киген бір адам сияқты жай бүйтіп еңбектеп жүріп келді, еще ерке деп шақырды, еще бүйтіп ұстады. Ол қалай болады екен? Дәрісханадан келе жатқанда дәрісхананы дереу бұзу керек. Әсте басқа балаларға да қиындық туғызады. Менің оқушым өзі әрең қашып келді, аман сау, бәрі дұрыс. Просто шошып қалған. Сізге бәрін айтып беремін. Жарайды, онша дәрісхананың қайда соғам? Соны айтайын. Дәрісхана далада ғой. Өйткені немесе мектепті бұзайық та басқа мектепке барайық. Бұзсақ мектепті, олар қайда? Әзірше сосын барып, басқа мектепте оқиды тұрсын, сосын мектеп салынып, сосын басқа мектепке келеді. Сосын салынған мектепке қайта келеді орала. Иә. Сіздің ақылыңыз дұрыс. Бүкіл құрылысшыларға звондап айта беріңіз. Оға дейін балалар демала тұрсын. Қазір. Мектеп бұзған дейін. Алло, қызметшілер, мектепті бұзыңдар. Бұл жерде елестер бар. Сол үшін бізге бұзу керек. Бір қыз баланы қашып кетті. Не мынау? Сендер салғансыңдар? Немен жын кіргізгенсіңдер ме? Болды, оттамаңдар. Болды. Бұзасыңдар, оттаман. Болды. Ескеріп қойдым, я деді. Ертең